Тақырыбы «ә» дыбысы мен әрпі. Бұл «ә» дыбысы және әрпі. Аға ұқсайды, бірақ жіңішке. Ә. Тыңдашы, әлди ай деген не? Бұл ән. Ән. Оны кім айтады? Әжем де, анам да, әкем де айтады. Міне, әже, әке. Бұл бесік жыры деп аталатын өлең екенін білесің бе? Солай аталатынын білмедім. Тақырыбы «о» дыбысы және әрпі. Мен алдымен тыңдайын. Кішірек, сақ. Сен айтқан екі сөз қай дыбыс? Сөздерді айналдырып көрейікші. Мынау ұлу. Олу. Ол қабыршақ ішінде өмір сүреді. Ол туралы ғаламторда қызық деректер жазылған. Ұлу ұсақ жәндіктер өсімдіктермен қоректенеді. Мына зат ойыншық па? Білмедім. Бұл ұршық. Ұршық. Тақырыбы «қ» дыбысы мен әрпі. Қолын. Қолын. Қозы. Қозы. Қой. Бұларды бір сөзбен үй жануарлары деп атаймыз.